Суретке сәйкес салмақсыз иіндік тепе-теңдікте болса, онда иіндікке ілінген дененің массасы. Суретте бізде иіндік берілген, ол тепе-теңдікте тұр. Сонда мына жақтағы дененің массасын табуымыз керек. Бұл есеп шығару үшін біз моменттер ережесін қолданамыз. Яғни иіндік тепе-теңдікте болу үшін күш моменттері тең болу керек. Яғни m1 тең m2. Ал күш моментінің формуласы ол F көбейтілген L. Әсер еткен күшпен иіннің көбейтіндісіне тең. Ал енді оқушылар, мына жақтағы ұзындықты мен мысалы L1 деп қоятын болсам, L1. Бұл менде кіші иін. Ал тіреу нүктесінен, A дегеніміз ол бізде тіреу нүктесі, сол тіреу нүктесінен әсер еткен күшке дейінгі арақашықтық, ол менде үлкен иін, оны L2 деп қояйын. Яғни L1 дегеніміз ол кіші иін болып тұр, L2 деген үлкен иін болып тұр. Сонда M1-дің орнына біз былай жазамыз. M1-дің орнына мына формуланы қоямыз. M1 дегеніміз ол F1 көбейтілген L1, ал M2 дегеніміз F2 көбейтілген L2. Ал енді оқушылар, бізде мына жаққа әсер ететін күш ол F1 болып тұр. Ал мына жақта F2 күштің мәні белгілі. F2 күшіміз 120 ньютон. Ал енді F1 дегеніміз денеге әсер ететін ауырлық күші. Ал енді ауырлық күштің формуласын барлығымыз білеміз, mg. Дұрыс па? Сонда былай жазайық. mg L1 тең болады. F2 дегеніміз ол белгілі, F2 L2. Суретке қарайтын болсақ, L2 L1-ге қарағанда қанша есе ұзын? Қарайық. 1, 2, 3, 4, 5. L1-дің ұзындығы мен 2L деп жазатын болсам, ал L2-ның ұзындығы қанша? 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4 бөлік, 5 бөлік болып тұр. 5L болып тұр. Бұл орнына қоямыз. L1-дің орнына 2L-ді қоямыз, L2-ның орнына 5L-ді қоямыз. Сонда mg 2L тең болады F2 көбейтілген 5L. Сонда L мен L қысқарады. Сонда бізде қалды mg, мына жерде 2 тең 5 F2. Осы жерден массаны табатын болсақ, m тең болады 5 көбейтілген F2 бөлінген 2G болады. 5-ті көбейтеміз 120-ға, бөлеміз 20-ға. Мына екеуін қысқартып жіберейік. 12 мен 2 кетеді, мына жақта 6. Сонда 30 килограмм болады екен. 30 килограмм деген бізде мына сын нұсқасында тұр.